қадірменді қонақтар, біздің бүгінгі ұйымдастырып отырған салтанатты мерекемізге қош келдіңіздер. Добрый день, дорогие друзья и почетные гости праздника. Мы рады приветствовать вас. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев республика күніне ұлттық мереке мәртебесін қайтаруды ұсынды. Сондықтан қазанның 25 күні жыл сайын егемендік күнін еліміздің басты мерекесі ретінде атап өтуіміз керек. Мы являемся современниками и творцами исторических событий, происходящих на нашей древней земле. Провозглашение декларации о государственном суверенитете, рождение и становление Республики Казахстан стали самыми значительными явлениями нашего времени, которые еще будут по достоинству оценены будущими поколениями. 1992 жылы 4 маусымда біздің мемлекетіміздің тарихына алтын тармақ ретінде кірді. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері ту, елтаңба, әнұран. Флаг, герб, гимн называют атрибутами государственности. Обретая государственные символы, Казахстан окончательно утвердил план своего дальнейшего развития. Это свидетельство окончательного поворота республики к построению демократического и правового государства, к созданию нового общества, основанного на принципах суверенитета личности, единства его этнически многообразного народа. Жаяумыз атындағы Ақсу жоғарғы көпсалалы колледж басшысының орынбасары Әбел Шайекова Әсем Зеймединовнаға беріледі. Қайырлы күн, құрметті жиналған қауым, құрметті әріптестер, студенттер. Бүгін біз мемлекеттік мерекелер тізіміне қайта оралған 25 қазан республика күнін тамашалап тойлап отырмыз. Барлықтарыңызға шын жүректен зор денсаулық, мол бақыт тілеймін. Отанымыз тыныш, жұртымыз аман болсын. Уважаемые коллеги, студенты, гости нашего вечера. Сегодня мы празднуем государственный праздник, вновь вернувшийся в ряды праздников 25 октября, День Республики Казахстан. Хочу всех вас поздравить от чистого сердца с этим праздником, пожелать вам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в работе, в учебе. Пусть каждый день приносит радость.
знаменательный день хочу отметить наших призеров. В рамках данного праздника в течение 2 недель в нашем колледже проходили различные мероприятия, где наши студенты заняли места. Сейчас я хочу озвучить победившие команды и пригласить их сюда для вручения. Мадақтама грамота Қазақстан Республикасының күніне арналған «Менің елім Қазақстан» атты викторинасында бірінші орынға ие болған Тамирис командасы марапатталады. Дәл осындай мерекелік шараларға қатысқан Отанды сүю эссе байқауында бірінші орын алған Б122 тобының студенті Төлеубай Құндыз марапатталады. Мадақтама грамотамен Селиванова Алина, ОПП 122 тобының студенті. Сені жырлағым келеді менің Қазақстаным атты оқырман сайысында жүлделі бірінші орынға ие болған Темірхан қызы Дариға марапатталады. Қазақстан Республикасының күніне арналған «Менің елім Қазақстан» викторинасының үздік ойыншысы атағына ие болған Б122 тобының студенті Сытникова Ульяна марапатталады. Сонымен қатар ұстаздардың жетістігі де бар. Солардың ішінде Сәуле Женесина Галимоваға Ақсу қаласының әкімінен алғыс хат ұсынылады. Әріптестер, бұл марапат алғыс хат мұғалімдер күніне арналған хат болды. Енді тағы да біздің Асқат Аймағамбетов министрдің атынан осындай екі әдемі открытка келді. Біздің колледжіміздің екі ұстазына, сол екі ұстазға қазір ұсынуыңызға рұқсат. Құрметті Гүлмира Амангелді қызы, Тоғжан Нұрғазы қызы. Сіздерді кәсіби мереке мұғалімдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Ұстаз ел болашағын сеніп тапсырар, тәуелсіз Қазақстанның әрі қарай нығаюына үлес қосқан, өскелең ұрпақты тәрбиелейтін беделді тұлға. Қоғам мен адамзат алдындағы жауапкершілігі жоғары, өлшеусіз еңбегіңізге алғысымызды білдіре отырып, сізге
сізге зор денсаулық, шығармашылық табыс пен жемісті еңбек, отбасыңызға амандық тілеймін. Ізгі ниетпен министр Асхат Аймағамбетов. Тоғжан Нұрғазиевна, дәл осындай хат сізге де келді. Тоғжан Нұрғазиевна бар ма? Ал ендеше барлықтарыңызға мереке тағы да құтты болсын. 2022 год стал для Казахстана очень ярким и значимым. Гармоничное развитие и счастливое детство подрастающего поколения – это наша общенациональная задача, сказал президент, объявив этот год годом ребенка. 2022 жылдың 5 маусымында референдум өтіп, ол Конституцияға түзетулерді қабылдаумен аяқталды. Қазақстанның астанасы бұрынғы атауына Астана қаласына оралды. Жағасында есілдің 38 жас қала, ата-баба дәстүрін сақтай білген бас қала. Көз тартады сәулеттің, ақтай берсін дәулеттің, сенен асқан шақта, шақарып тұрбаға. Осындай Астана, Аялалған Астананың бақыты басында, Қазақстан, Қазақстан, Бақстан қасында. Бақыттай бар, тұсы бол қазақтың. Кешір сенің кір жастар жауында, сыпаты алында. Сенің де бір-бірін екінің үштегені, бүлік жастар жанында. Аялаған Астананың бақытсыз басында, Қазақстан, Қазақстан, Бақстан қасында. Нұрадасқан Қазақстан, бақытты қасында. Бағасы бір болып кетасыма. Сен деп шаттанам, шаны жайнап, мен де Астанам. Бақытым ойлап, сол шақтада. Далам сайдам, шырқап тұрар көкке асқақ ән.
аз мерзім, бірақ адам өмірінде өте үлкен және маңызды кезең. Бізге қайда және қалай өмір сүру керек екендігін белгілейтін заман өтіп кетті. Біз өз жолымызды таңдадық. Халқымыздың ғасырлар бойы армандап, 2 ғасыр тоғысында қол жеткізген бақыты. Ол біздің тәуелсіздігіміз. Бұл таңдаудың арқасында Тәукенің көрегендігі мен Абайдың ұлылығы, атақты билердің даналығы тұр. 31 год назад на карте мира появилось название «Республика Казахстан». Новое имя украсило древнюю страну, раскинувшуюся на широких просторах евразийских степей. Поистине велика казахстанская земля, от Седого Каспия на западе до Алтайских хребтов на востоке, от березовых перелесков на севере до хребтов Алатау на юге. Бектің бір кітабында Қазақстанның құрылуы туралы таңғажайып аңыз бар. Онда тәңір дүние жаратылған заманда аспан мен жерді, теңіз бен мұхиттарды, барлық елдер мен құрлықтарды жаратты. Бірақ Қазақстанды ұмытты. Соңғы сәтте есіме түсті, бірақ материал жоқ. Ол әр жерден, Американың шетінен, Италияның шетінен, Африка шөлінің бір бөлігінен, Кавказдың белдеуінен үзіндіні тез тартып алып, Қазақстан болуы керек жеріне бүктеп орналастырды. Не поверить в эту легенду невозможно, потому что на нашей удивительной земле можно найти все. И вечно голое пространство безводного солончака, и живописнейший контраст гор, и голубизну неба, сливающиеся с безбрежной гладью моря, и великолепные животворные леса. И все это наша Родина. Қазағымның даласы қандай, жайлауы бай-бай, таудан аққан бұлағы шіркін балдай. Ай-хой, самал ескен ауасы қандай, жұпар иісі бай-бай, қыраның қопсаң айын талмай. Толқыған айдыны, арайланбай күні, таусылмас байлығы. Қағады әлем таңдай, көк туды жебіреккен тарландарым-ай. Қаламды биік шарлай, қалықтар әнім самғай, соғады жүрек сенде туар елім-ай. Ай, қойылмам таусылмай, жоғалмасын дәстүр-ай. Қойылмам таусылмай, жоғалмасын дәстүр-ай. Қара көзді қыздары қандай, еді көркі бай-бай, жігіттері төре сұлтандай. Надай, қыз жібектің төлегендей, адал сүйген бай-бай, шын ашықтар қосылған талай. Толқыған айдыны, арайланбай күні, таусылмас байлығы. Көңілі жомарт таудай, қағады әлем таңдай, көк туды жебіреккен таландарым-ай. Қаламды биік шарлай, қалықтар әнім самғай, соғады жүрек сенде туған елім-ай. Ай, қойылмам таусылмай, жоғалмасын дәстүр-ай. Қойылмам таусылмай, жоғалмасын дәстүр-ай. Көңілі жомарт таудай, қағады әлем таңдай, көк туды жібереккен таландарым-ай. Қаламды биік шарлай, қалықтар әнім самғай, соғады жүрек сенде
жасырай. Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздікке қол жеткізуі әлі де дамып келе жатқан және әлі аяқталмай келе жатқан бірқатар процестердің бастауы болды. Енді ғана уақыттың алғашқы ауыр сынынан өтіп, біз мемлекетіміздің әлемдік қоғамдағы беделінің сөзсіз мойындалу фактісін сенімді түрде айта аламыз. Біздің егемендігімізді әлемнің 120-дан астам мемлекеті мойындайды. Страна сегодня имеет взаимовыгодные связи со многими странами мира. В нескольких десятках стран имеются посольства Республики Казахстан. Наша страна является членом многих международных организаций. 46-я сессия Генеральной Ассамблеи вошла в историю нашей страны как форум, способствующий утверждению нового суверенного государства и его международному признанию. Қазақстан Республикасында 150-ден астам ұлттың өкілдері тұрады. Қазақ халқы елімізде тұрып жатқан 100-ден астам ұлт өкілдерін құшақ жая қарсы алды. Олардың қазақ жеріне қоныстанып, өмір сүруіне жағдай жасады. Олардың салт дәстүрі, тілі мен мәдениеті жоғалмас үшін қолайлы жағдай жасады. Соның нәтижесінде ұлан байтақ қазақ жерінде барлық ұлттың өкілдері бір атаның балаларындай ынтымақтастықта сүріп келеді. Казахстан стал центром братства, мира и гармонии. Все народы, населяющие Казахстан, имеют полное право развивать свой язык и национальную культуру, сохранять свои традиции и обычаи. И всех нас объединяет одно. Мы народ Казахстана! Приветствую тебя, наш солнечный, наш гордый Казахстан. Пускай поет в твоих просторах ветер. Тебя, грядущий маршрут, великий дан. Приветствуем тебя, наш солнечный, наш гордый Казахстан. Моя любовь, моя отчизна, мой край, мой светлый дух земной. Мой Казахстан, свободный, чистый, свети под солнцем и луной. Хоть говорим на разных языках, со всеми дружно живем в одной стране, под одним шаныраком. Ведь Казахстан для нас просторный дом, и русским тоже дорог он. Ведь мы с рождения в нем живем. Мы предлагаем всем народам
украсить наш шанарак разными цветами. И начать хотим мы с красного цвета. Ведь для нас он символизирует любовь к нашей необъятной родине. Ранний месяц в небе выплывает, у баяна сердце замирает, вдоль по речке песня поплывет за месяцем, и как росиночки все кнопочки засветятся. Кнопочки, кнопочки, хорошо играете, расскажите, кнопочки, что о милом знаете. Слышат песню белые березы, и, наверно, слышат даже звезды. Рядом с баянистом села не напрасная, с песней любовь приходит первая неясная. Кнопочки, кнопочки, черные да белые, из-за вас влюбилась я, что же вы наделали? Скоро в речке зорька залеет, с баянистом ночка веселее. Под баян у нас поют, грустят, влюбляются. Русские свадьбы без баяна не играются. Кнопочки, кнопочки, слушать не устану я. Вся Россия любит вас, кнопочки баянные. Кнопочки, кнопочки, слушать не устану я. Вся Россия любит вас, кнопочки баянные.
клин. Казахстан – это прекрасный цветок единства, нежный и благоухающий. Лепестки цветка – это народы Казахстана, сплотившиеся воедино. Пусть наша Родина, наш Казахстан прекрасный, смеются дети и цветут сады. Не будет тесно людям разных наций. У нас фиолетовая лента, как символ достоинства и могущества нашей Родины.
дизайн. Мы тоже любим Казахстан, ведь здесь народы как одна семья, хотя язык их разный. Все дочери и сыновья своей страны прекрасной. У нас зеленая лента, как символ дружбы всех народов наших. Особенностью свадьбы в Германии является то, что соблюдение традиций и обычаев начинается уже за день до назначенного дня бракосочетания. Германия имеет свои неповторимые изюминки, которые вносят разнообразие в традиционный обряд. Польтерабен. Оригинальный обряд Польтерабен означает «свадьба душ». Накануне свадьбы вечером невеста с женихом собираются с друзьями и перед собственным домом начинают бить старую посуду, которую приглашенные должны принести с собой. В Германии эта шумная традиция является символом гонения от дома новобрачных злых духов. Жених с невестой должны будут вместе собрать всю гору разбитой посуды, а друзья будут обсыпать их чечевицей или горохом. Эта немецкая традиция олицетворяет плодовитость, здоровье и счастье молодой семьи. Фендершпиль. На каждой немецкой свадьбе соблюдается старинная традиция – раздача гостям записок фантов. В них будут указываться, какой предмет гости должны будут высылать молодоженам каждый день. Но только после свадьбы, например, шоколад для невесты, макароны для жениха. Благодаря этой свадебной традиции молодожены будут получать на протяжении медового месяца каждый день по новой посылке. Розенштраум. В день свадьбы молодожены должны посадить розовый куст. Очень любопытен факт, что в городе Лейзен власти обязали каждого жениха до его дня бракосочетания посадить не меньше 6 деревьев. Если же молодой проигнорирует закон и не подчинится, девушке запрещается выходить за него замуж, а свадьба откладывается до тех пор, пока не будет выполнено это условие. Неудивительно, что Лейзен еще носит название «Цветущий город». В разгар свадьбы невесту похищает свидетель и прячет ее в каком-то пивном баре, который находится вблизи места проведения банкета. Задача жениха – найти свою возлюбленную, и чем быстрее он пройдет это испытание, тем лучше. Отыскав свою жену, молодой должен будет оплатить все, что к этому времени успела выпить невеста, заплатить по счету и еще за похитителя. Эта старинная немецкая традиция соблюдается очень давно. Кранц-Аптанзен. С невесты снимали венок, а жениха цветочек. Жених завязывал глаза невесте и вел ее в круг, где она отдавала венок какой-нибудь незамужней девушке. Затем невеста завязывала глаза жениху и вела ему по кругу, чтобы он передал цветок какому-нибудь юноше. Так образовывалась еще одна пара – будущий жених и невеста.
Hochzeitsnacht. Есть еще одна веселая традиция. Перед свадьбой место, где жених с невестой будут проводить свою первую брачную ночь, посещают их родственники и друзья, которые оставляют там какой-то необычный сюрприз, шутку. К примеру, комната наполняется огромным количеством воздушных шаров, которые молодоженам придется выбрасывать в окно или пробовать. Майбаум, майское дерево, как символ любви, устанавливал парень перед домом девушки, который собирался свататься. Дерево – это символ общего начала, символ крепкого брака. Дерево растет, набирает сил, и вместе с ним растет любовь, и крепнет брак молодых. А крона этого дерева хранит и оберегает семью от напастей. Alles Gute, euch, liebe Leute! Олергей, Глюк, Либе, Gesundheit! Хайм Верман, Хольштадт, Frieden eurem Haus! Салем, Дослар! Объединил нас Казахстан. Здесь каждый рад гостям. И мы, как жители страны, с собой гостинцы принесли. У наших братьев-казахов есть прекрасная традиция на праздники кидать шашу. С собой мы принесли ленту синего цвета. Символ свободы и мира.
Ұлы отанымыз Қазақстан, біздің республикамыз көп ұлтты. Қазақтар мен орыстар, украиндар мен белорустар, татарлар мен немістер, корейлер мен поляктар, өзбектер мен ұйғырлар және көптеген басқалар. Барлық ұлт өкілдері мереке Қазақстан Республикасының күнін тойлайды. Каждый народ имеет богатую культуру. От поколения к поколению передаются сказания, легенды, традиции. По-разному рассказывают сказки разные народы. Разные песни поют детям в колыбели. Но всех их объединяет желание бороться за счастье, справедливость, мир, дружбу. Там, где сладко пахнет сладкой смородиной, там, где дом и родная семья, это все называется Родина, дорогая родная земля. Даже солнце светит теплее, и ромашки красивее цветут, и горжусь я землею своею, здесь хорошие люди живут. Из солнечного Узбекистана приехали в просторный Казахстан. Мы очень любим нашу страну и счастливы жить под одним небом со всеми вами. На праздник мы принесли желтую ленту для вас, как символ единства, плодородия земли и счастья нашей страны.
еңбек, татулық, жер шарының түкпір-түкпірінде, барлық тілдерде бұл асыл сөздер естіледі. Дүние, еңбек ету, құлпырған көктемнен ләззат алу, армандау үшін берілген. Еркін еңбек, туған жерді безендіру, адамдарға қуаныш пен шаттық сыйлауға. Қазақстан халқы жер бетіндегі бейбітшілік күн сайын нығая түсу үшін барлығын жасауда. В руках у нас лента белого цвета, символ чистоты и свежести, родных заснеженных гор Кавказа, а также это символ совершенства и открытия нашего суверенного Казахстана. Мы, народ Кавказа, благодарны народу Казахстана за гостеприимство, за то, что приняли нас за своих. И мы чувствуем себя как дома. Казахстан – наша Родина! Подобрать какое слово, чтоб сказать, как я люблю взгляд твой милый и суровый, зажигающий зарю. Ты, как скалы неприступно, среди гор парит твой трон. Взгляд чужому недоступный обжигает, как огонь.
еліміздің болашақта өркендеуі үшін мемлекет ішіндегі тұрақтылық, оны мекендейтін халықтар арасындағы достық пен келісім қажет. Я обратила внимание, что песни о родине всегда звучат естественно и искренне. Ведь родина – это и тропинка с бродом через ручей, и птицы, летящие на север над нашим домом. Это большие города и 10 дворов в деревеньке. Это имена людей. Это мой отец шахтер и твой отец спортсмен. Это ты и я с нашим миром чувств, с нашими радостями и заботами. Душа моя, дай небо, небо, небо! Отан, адамға ұқсайтын орасан зор, аяулы тынысы бар жаратылыс, деп жазған Александр Блок. Отанымызды жақсылап аялайық, қорғайық, болашақ ұрпақ, бұл менің отаным деп мақтанышпен айта алатындай болсын. Жарқын алдында бейбіт күннің балғын шағында
даланың құшағында жүректегі жалын орандай берік әуенге жаулайды алаш халқында қазағым қазағым жаса еркінсің көк аспанда бірлік күнді жалға жаса қазағым алға биікте мәңгі самғап егеменді елім кемелдік жері атамын сені еркексің көк аспанда еркексің көк аспанда үмітіңді жалға жасап қазағым алға биікте мәңгі самғап егеменді елім кемелдік жері атамын сені еркексің көк аспанда бірлік күнді жалға жаса қазағым алға биікте мәңгі самғап егеменді елім кемелдік жері атамын сені жаса қазағым алға. Наше государство считается молодым, и все лучшее у него, как и у нас впереди. Именно от нас зависит, какой сложится наша жизнь в будущем, какой станет родная страна. Мира, добра, счастья тебе, наш Казахстан. До новых встреч! Баршаңызға бақыт, денсаулық, ашық аспан, бейбітшілік тілейміз. Мерекеміз құтты болсын.